Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен мен бүгін осы алдарыңызда тұрған мына кубик рубикті қалай жинап мына қазіргідей қалыпқа келтіру керек, сол жайында дәріс жүргізетін боламыз. Менің аты жөнім Қанат Жұмағұл. Ал мына алдарыңызда тұрған жазулар, бұлар кубик рубикті жинаудың алгоритмдері. Енді ойлауларыңыз мүмкін, мына кубик рубик қазір осылай жиналып тұр ғой. Жиналған қалпы мынау. Енді шашыраңқы қалпында оны қайта жинап шығу, ол тек қана жаңағы аса дана, бір ерекше қабілетті, бір вундеркиндтердің қолынан келетін мәселе деп ойлауларыңыз мүмкін. Мен де солай ойлағам. Ал бірақ алдарыңызда тұрған мынау алгоритмдерді пайдалана отырып, мына кубик рубикті жинап шығуға мүмкін екен. Сіздердің әрқайсыңыз осы мына видеоны көріп отырған сіздер осы кубикті жинап шыға аласыздар деп мен сенемін, сендіргім келеді. Енді кубик рубикпен танысатын болсақ, мынау бұл кубик, өзі кубиктің әр түрі бар. Мына қолымыздағы кубик бұл 3/3 кубик болып есептеледі. Яғни қай жағынан санасаңыз да 3 бөліктен тұрады. Сондықтан да 3/3 кубик болып есептеледі екен. Енді бұл кубиктің бұл 3 қаттардан тұрады, 3 қабаттан. Жоғарғы қабаты, астыңғы қабаты және ортаңғы қабаты және астыңғы қабаты болып 3-ке бөлінеді екен. Енді бұл кубик рубиктің өзгермейтін тұстары бар. Мүлдем қанша айналдырсаңыз да ауыспайтын тұстар, олар мына ортаңғы нүктелері. Мысалы мына сары, бұның асты қара. Астыңғы нүктесі қара болып есептеледі. Сол сияқты мына көк болса, бұның қарама-қарсы жағы ол жасыл. Ал енді қызылға қарама-қарсы тұрған бет, мына сәбіз сары. Бұлар ешқашан өзгермейді. Ал қалғандары не алады? Өзгеріп тұра береді. Енді кубик рубиктің біздер әрине бірден жинап шығу мүмкін емес екенін айтуымыз керек. Оны біртіндеп бірінші үстіңгі қабатын, одан кейін астыңғы, ортаңғы қабатын, кейін ең соңғы қабатын жинау арқылы біздер тұтастай кубик рубикті жинай алады екенбіз. Ал енді алдарыңыздағы мынау алгоритмдерді біз кейінгі дәрісіміздің кейінгі бөліктерінде ары қарай өтіп жалғастыратын боламыз. Тағы айта кететін мәселе, кубиктің мына бізге қарап тұрған жағы үнемі беті болады. Біз кубик рубикті осылай ұстауымыз керек міндетті түрде. Мына беті болады бізге қарап тұрған, мына үсті, мынау асты, мынау оң жағы, мынау сол жағы болып осылайша бөлінеді. Енді айналдырған кезде біздер сағатты жалпы өзімізге бағыт ретінде аламыз. Яғни сағат тілін. Сағат тілі бойынша болса, мына яғни оң жаққа қарай бұраймыз. Бұны біз жалпы дұрыс деп айтамыз. Егер сағат тіліне қарсы болатын болса, онда теріс деп айтамыз. Яғни дұрыс, теріс деген сөздерді қолданып отырамыз. Мысалы үшін оңы дұрыс, оңы теріс, немесе оңы дұрыс, үсті дұрыс, немесе үсті теріс деген сияқты осы сөздерді қолданатын боламыз. Олай болса, іске сәт. Енді біздер келесі дәрісіміздің бөлігінде кубик рубикті жинауға кірісетін боламыз.